Сәлем құрметті оқырмандар. Әңгімені бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Айнұр үшін бұл үйге келін болып түскеніне 4 жыл болған. Басында бәрі жақсы еді, күйеуі Әсет мейірімді, қайын жұрты сыйлы. Бірақ уақыт өте келе, бәрі өзгерді. Әсеттің ағасы Нұржан алғашында оған жай ғана қамқор болып көрінген. Әсет жұмыста көп жүретін, ал Нұржан әрдайым үйде. Ол кейде жылы сөз айтып, кейде әзілдеп, кейде ұзақ қарап қалатын. Айнұр бұл көзқарастарды басында байқамауға тырысты, бірақ бір күні жағдай басқаша өрбіді. Бір күні кешкісін үйде ешкім болмады. Балалар атасымен, ал Әсет іссапарға кеткен. Айнұр ас үйде шай дайындап жатқанда Нұржан үнсіз кіріп келді. Жалғыз қалудан қорықпайсың ба? Деп күлімсіреді ол. Айнұр ыңғайсызданып, жоқ, неге қорқамын? Үйреніп кеттім ғой, деді. Нұржан жақындап келіп, оның қолынан ұстады. Айнұр, сен бәрін түсінесің ғой, біз жай ғана отбасы мүшелері емеспіз. Мен сені бұрыннан ұнатамын. Айнұр шошып кетті. Не айтып тұрсыз? Бұл дұрыс емес. Деп қолын тартып алды. Бізге ешкім кедергі келтірмейді, Әсет жұмыстан кеш келеді. Бұл сөздерден кейін Айнұрдың денесі дір ете түсті. Ол бірден өз бөлмесіне кіріп есікті жауып алды. Ол бүкіл денесімен дірілдеп тұрды. Келесі күндері ол Нұржаннан алыс жүруге тырысты, бірақ ол өз дегеннен қайтпады. Телефонына бейтаныс нөмірден хабарламалар келе бастады. Сен де мені ұнататыныңды білемін. Әсет, екеуіңде сезім жоқ, мойында, сен мені қаламайсың ба? Айнұр бұл хабарламалардан шаршап қорқа бастады. Күйеуіне айтқысы келді, бірақ отбасының берекесін бұзғысы келмеді. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Кешкі уақытта Нұржан қайтадан Айнұрмен жалғыз қалуға тырысты, бірақ дәл сол сәтте күтпеген жерден есіктен Әсет кіріп келді. Не болып жатыр? Деп айқай салды ол. Айнұр шошып кетті, Нұржанның да жүзі бозарып кетті. Әсет бәрін бірден түсінді. Сен менің әйеліме тиістің бе? Нұржан үндемеді, бұл үнсіздік бәрін дәлелдеді. Осы түннен кейін үйдің берекесі қашты, Айнұр күйеуіне бәрін айтып берді, Әсет ағасына қатты ашуланды. Бұл жағдай отбасына үлкен соққы болды. Інісі бәрін біліп қойғаннан кейін Нұржан басқа қалаға көшіп кетті. Айнұр мен Әсет қарым-қатынастарын сақтап қалуға тырысты, бірақ сенім қалпына келмеді. Айнұр көпке дейін өзін кінәлі сезініп жүрді. Кейбір құпиялар ашылған кезде ғана адамдар өз өмірін қайтадан бастай алады. Құрметті оқырмандар, осымен біздің қысқаша әңгімеміз соңына жетті. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.